Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай өтте дәмді творог пен вафли пісіреміз. Ол үшін бізге бірінші творог керек. Творогымызды бірінші шанышқымен езіп аламыз кішкене. Маған тіркеліп, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазыңыздар. Міне творогымызға жұмыртқамызды салдық. Ертілген суыған сұйық майымызды құйып, шанышқымен араластырамыз. Шанышқымен араластырып аламыз да, одан кейін миксермен араластырамыз. Жақсылап. Миксермен жақсылап араластырып алып, міне осындай масса шықты. Енді қалған заттарымызды қосамыз. Қант, тәтті болсын десеңіз, мен мына жерде 2 қасық қостым. Тағы бір қасық қоссаңыздар болады. Ұнымызды, електен өткен ұн, сосын қопсытқышымызды саламыз. Міне қопсытқыш. Енді бәрін қайтадан миксермен жақсылап араластырамыз. Миксермен қазірдан бастап мультипекарыңызды қоса берсеңіз болады, вафельницаңызды. Міне осындай масса шықты. Бірден пісіре береміз. Менде мына жерде вафельницам уже қызып тұр, жасылы жанып тұр. Ол қызып тұр деген сөз, сала берсек болады. Мен майладым, жабысып қалмасын деп. Міне кеңіздер, бір қасықтан, бұл жерде бұл порция, жаңағы біз істеген 8, бұл порциядан 8 вафли шығады. Міне кеңіздер, өте оңай. Бұны менің ойымша бала да пісіре алады. Міне кеңіздер, өте дәмді. Біздердікі жеп қойды бірден балаларымыз. Сондықтан дайындап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Көп рахмет көргендеріңізге аяғына дейін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.